Hello students, how is it going? Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз Top Stars кітабы 4-ші сынып 94 және 95-ші беттегі тақырыпты өтетін боламыз. Inventions and the Bright Ideas, Famous People деп аталады тақырып. Бізде жаңа сөздер берілген, соларды оқып аударайық. Invention ол бізде өнертабыс. High heels ол бізде биік өкшелі туфли. Low heels ол бізде төмен өкшелі, яғни кішкентай өкшелі туфли. Sugar ол бізде қант. Yogurt ол бізде йогурт. Ендеше екінші жаттығуды оқып аударайық. Bright ideas, жарқын идеялар. There are about 8,000 inventions each year in Kazakhstan from people of all ages, young and old. Let's have a look at two great ideas. Қазақстанда 8,000-ға жуық, яғни жыл сайын 8,000-ға жуық өнертабыстар бар дейді. Олар жас демей, кәрі демей, әртүрлі. Соның екеуін қарастырайық дейді. Яғни керемет екі идеяны қарайық дейді. Біріншісі бізде women's shoes with removable heels. Әйел адамдардың аяқ киімі, яғни өкшесі алынбалы. Are these two pairs of shoes or just one? Ал жерде екі пар, яғни екі жұп аяқ киім ба, әлде немесе біреу ме дейді. Look at them, бұларға қара. It's just one pair of shoes with two different pairs of heels. High and low. Ол тек қана бір жұп аяқ киім дейді. Оның екі түрлі өкшесі бар, біреуі биік, біреуі төмен дейді. A great invention from Kazakhstan that we can use every day. Бұл керемет өнертабыс Қазақстандікі, яғни оны біз күнделікті пайдалана аламыз дейді. Horse milk chocolate, яғни жылқы сүтінен шоколад дейді. A Kazakhstan company makes chocolate from horse milk. Қазақстанның компаниясы жылқының сүтінен шоколад жасайды дейді. Horse milk has less fat and the company doesn't add sugar to this chocolate. Жылқы сүтінің майы аз дейді, және де компания оған sugar, яғни қант қоспайды дейді ол шоколадқа. It is delicious and most of all healthy. Бұл өте дәмді және де өте пайдалы дейді. The company also makes ice cream and yogurt. Try them. Сонымен қатар бұл компания ice cream, яғни бал, мұздақ және де йогурт жасайды дейді. Оларды дәмін татып көр дейді. Ендеше осы екінші тапсырмаға қатысты үшінші жаттығуды орындайық. Yes немесе no деп жазып кетеміз. Екіншісінен бастаймыз. There are two pairs of shoes with two pairs of heels. No, there are only one pairs of shoes with two pairs of heels. Ол жерде тек қана бір ғана жұп аяқ киім, екеуі емес, сондықтан да no деп жазамыз. Үшінші сөйлем. The company adds sugar to horse milk chocolate. Яғни компания жаңағы жылқының сүтіне жасалынатын шоколадқа sugar, қант қосады дейді. Дұрыс емес, no деп жазамыз. The company makes chocolate, ice cream and yogurt. Yes, компания ice cream, яғни бал, мұздақ та йогурт те шоколадта жасайды. Ол дұрыс. Келесі бетте бізде грамматика берілген. Demonstrative pronouns. What is this? Бұл не деген? It is a pen. What's that? It's a pen. This, that болған кезде біз it's a деп жауап бере береміз. What are these? Ол бізде көпше түрде. They are pens. What are those? Ол аналар нелер? Олар қаламдар деген сияқты. Ендеше оқушылар, осы грамматикаға байланысты төртінші жаттығуды орындайық. Сұраққа жауап береміз. What are these? Мыналар нелер деп тұр. They are buttons. Олар, яғни батырмалар. Үшінші, what are those? Аналар нелер? They are high heels. Төртінші, what's that? Анау не? It's a robot. Бесінші, what's this? Бұл не? It's a book. Келесі бесінші жаттығу. Read and circle. Оқы және де қорша. Қайсысы дұрыс болады? Сөйлемге қайсысы дұрыс келеді, соны қоршаймыз. Your mom is talking to you. Listen to her болады. Сенің мамаң саған сөйлеп жатыр.
оны тыңда деген. Оны деген сөз әйел адамға her болады, яғни қызға біз her деп айтамыз. Үшінші, this is Kelly and her baby sister. Бұл Келли және оның кішкентай, яғни сәби қарындасы деген сөйлем. Сондықтан да her қоямыз. Төртінші, your cat is very beautiful. Сенің мысығың өте әдемі дейді. Can I play with it болады бұл жерде. Мен онымен ойнай аламын ба? Бұл жекеше тұрғандықтан it деген болады. Көпше түрде болса them деп қоятын едік. Бесінші, our school is near the hospital. Біздің мектеп ауруханаға жақын. Our деген біздің деген. Алтыншы, we are playing football. Біз футбол ойнап жатырмыз. Do you want to play with us? Сенің бізбен бірге ойнағың келе ме? Бізбен деген, яғни us дегенді қоямыз. Келесі бізде speaking task, ауызша тапсырма. Look at activity 4. Төртінші жаттығуға қара дейді. Point, ask and answer. Яғни сұрақ қойып жауап бер дейді. What's this? It's a button. Бұл не? Бұл батырма. What are these? They are buttons. What are those? They are high heels. What's that? It's a robot. What's this? It's a book. Осыларды екі адам болып, яғни біреу сұрақ қойып, екінші оқушы жауап беріп, жаттап алсаңыздар болады.